بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه يستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله бізді аман есен осы ораза айына жеткізген Аллаға мыңда бір шүкірлер болсын. Сіздерді күллі мұсылман қауымы асыға күткен қасиетті ораза айының келуіменен құттықтаймын. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Каримде يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya Allah'a iman келтіргендер, ораза сендердің алдарындағы үмбетке парыз болғандай сендерге де парыз болды. Мүмкін сендер тақуалыққа бет бұрарсыңдар дейді. Ораза кешірім айы. Ораза адамды сабырлыққа тәрбиелейтін ай. Ораза тақуалық айы. Қасиетті оразада Алла Тағала Құранды түсірді. Бүкіл тозақтың есіктері жабылып, жәннаттың есіктері айқара ашылды. Ораза ұстаушыларға жәннатта арнайы орын, арнайы есік бар. Ол Райян атты есік. Міне, ол ораза ғибадаттардың ішіндегі ең үлкені болып саналады. 12 айдың сұлтаны болып саналады. Алла Тағала осы айларда қылған дұғаларымызды, ұстаған оразаларымызды қабыл етсін. Бұл қасиетті оразайда біз көптеген қайырлы жақсы істеуге ұмтылуымыз керек. Өйткені сауабы өте күшті. Біз қайырлы істеген кезде кейбір азаматтар ойлайды, менің қалтамда қаражатым жоқ, ол ана байларға айтылған деп. Жоқ. Әрбір мұсылман өзінің қолынан келгенше жақсылық жасай алады. Қаражатыңыз жоқ болса, сізге Алла Тағала денсаулық берген. Көршілеріңізді қараңыз, туысқандарды қараңыз, қандай күйде өмір сүріп жатыр. Балалары ерте өліп кеткен қарт кісілер өмір сүріп жатыр. Соған ұлдарыңызды ертіп барып, сол үйге жәрдем жасасаңыз, үлкен сауап. Тіпті жақын туысқаныңыздың үйіне осы оразада зиярат қылып барып, жақсы сөз айтыңыз. Араздасып ренжіп жүрген болсаңыз, кешірім сұраңыз, Алла разылық үшін. Міне сіздің қолыңыздан келетін жақсылық. Жалпы мұсылманның қолынан келетін жақсылық. Ғайбат сөйлемеңіз. Тек адамдар жайлы жақсы нәрсе айтыңыз, жақсы ойлаңыз. Өзіңіздің жақыныңыз болсын. Жан-жарыңызбенен жақсы болыңыз. Балаларыңызбенен осы оразада қарым-қатынас түзуге тырысыңыз. Алла Тағала осы оразаны барлығымызға берекелі мәнді етсін. Бұл әр мұсылманға беріле бермейтін сый оразаға аман есен жету. Осы ораза, өткен жыл ораза мен осы оразадан қаншама адам өмірден өтіп кетті. Осы нығметтерге жете алмай қалды. Алла Тағала бізді аман есен жеткізді ма, біз осы оразада көптеп сауап істейді, жақсылықтар істейді. Елімізге, дінімізге үлкен бір сауап тиетін амал жасайық, ағайын. Ислам деген сол кішіпейілдік, мейірімділік, адам баласына тек жақсылықты ойлау. Ол кім болмасын? Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламнан Жибрейіл періште: «Я Мұхаммед, Алла сұрады сенен, қандай пайғамбар болғың келеді? Патша пайғамбар ма, жоқ бай пайғамбар ма, қарапайым пайғамбар боласың ба?» дегенде, пайғамбарымыз деді: «Жоқ, мен қарапайым пайғамбар боламын» деді. Бұл пайғамбарымыздың ақылағынан. Біреу намаз оқымай жатса, біреу ораза тұтпай жатса, ұрыспаңыз. Онда сіз өзіңіздің қандай екеніңізді көрсетесіз. Дін жолында жүрген адам осындай ма дейді. Хикметпен жеткізіңіз. Оған жақсы муамала жасаңыз, қарым-қатынас жасасаңыз, сізге қарап бой түзейді. Әр қайсымыз осы намазға келіп жүрген әр азамат ислам дінін солай таныстыру керек. Аллаға мыңда бір шүкір. Осындай зәулім мешітте отырмыз. Осындай мешітті ата-бабамыз аңсап кетті.
қолы жетпеді. Бізге Құдай тағала нәсіп етті. Енді осындай ынтымақты, осындай бірлікті осы сіздер сақтай білуіңіз. Әсіресе намазхан азаматтар. Өйткені ата-бабамыздың басынан өткені көп. Ораза намаз тоқтықта деп бекер айтқан жоқ. Тыныштықта, оразаңызда тыныштықта, 5 уақыт намазыңызда тыныштықта. Ана Сирия елі не болып жатыр? Ирак не болып жатыр? Бүгін таңертең қандай сәресін шалады? Қайтып тарауих оқиды мешітке жиналып. Ғибадатынан айырылды, құлшылығынан айырылды, біреуге істейтін жақсылығынан айырылды. Мұсылман қыздарымыз зорланып жатыр о жақта. Арынан, намысынан айырылды. Міне, біз осы нәрсені сақтай білуіміз керек. Бізге тыныштық керек, бірлік керек. Оны осы егемендігімізді, осы бірлігімізді, тыныштығымызды алақанға сап аялайтын ең бірінші ғибадатта жүрген азамат сіздерсіздер. Бұны жақсы түсіну керек. Егер сіз балаларыңызға осы нәрсені қаласаңыз, емін-еркін осы жерге келіп құлшылығын жасасын, Құранын үйренсін дегенді қалайтын болсаңыз, осы тыныштықты біз сақтап кетуіміз керек. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу ала расулил карим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмет сіздерге.